осының бәрі ысып кеткен. Дәл қазір сағат 7:30 болды. Біз 12-ші больницада тұрмыз. Менің қасымда қазіргі таңда Нұрмұқасан тобының жаңа әншісі Ғалымжан бауырымыз тұр. Ғалымжан бауырымыздың пайымдауынша, осы айдың 20-сы күні Нұрмұқасан тобының бұрынғы әншісі Мұқасан мырза өздеріңіз көріп тұрғандай аямай сабаған екен. Жалпы оқиға қалай болды? Айта кетесіз бе, Ғалымжан мырза? Ол кісі хабарласты маған. Сендерді сотқа бердім, біздің әнді рұқсатсыз, менің рұқсатымсыз алдың, айттың деп. Мен кино түсіріп жатқандықтан бүгін келді, сен бір 2-3 күн уақыт бердің, арасында мен бос уақыт тауып барам дедім. Бардым, мән-жайды түсіндірдім, түсінді негізі. Қазір халыққа мен шулап, мен жасап бердім, енді ары қарай Нұрмұқасанды қосайық, жасайық. Ол кісі келісті, егер Нұрлан келіссе, келісемін деп. Ертесінен сол жанында күшіктері келді, азамат дедім, кластасы келді. Сол қайтадан маскасын киіп алып бастады. Боқтап бұрылап, сол тұрдым да шығып кеттім енді. Әңгімеміз жараспай барады, ертең сау болыңыз, ертең сөйлесейік. Сол артымнан келді, сол воротасынан шығып жатқанда өзі ұрып бастады, жанындағы екеуімен бәрі сол жабылып. Мен жанымда көмекші, өзім інішектер бар. Сол 102 шақырып, сол інішек 102 бізді алып кетті, олар қалды қолы қалып. Мұқасан қасында 2 жігіт бар, 2 жігіт. 3 адам болып сізді жабылып, ұрып, сепкіледі. Мұқасан ол кезде мас болған. Содан кейін 102 шақырдыңыздар, алайда қазіргі таңда Мұқасан СИЗОда жоқ. Оны қамаған жоқ қой? Қамаған жоқ, даже şu есігін алдынан біз қолы бұлап шығап салды, барып білгенін істеді. 102 наоборот мені алып кетті. Яғни сіз осыдан ары қарай әділетсіздік орнайды деп кішкене қорқып тұрсыз. Мұқасан енді қанша айтқанмен бұрыннан келе жатқан әнші, оның таныстары бар, сол себепті жазадан сытылып кетеді деп күдіктеніп тұрсыз ба негізі? Күдік бар, ол сытылатын варианттар да бар. О да бар, таныс, менде де бар. Кімнің қайқа баратын. Жақсы, Ғалымжан, енді біз де бұл істі жай қалдырмаймыз. Өздеріңізге белгілі заңгер Инга Иманбайды осы іске атсалысамын деді, және де Ғалымжан мырзаға көмектесемін деді. Біз әділдікке жетеміз, және де Мұқасан өзінің жасаған қылмысы үшін ел алдында, сот алдында жауап беруі керек.